Сәлем достар, қоғамдық коммуникация орталығында Маңғыстауға саяхат жобасының жаңа саны бағдарлама жүргізушісі мен Құралай Алтынбекқызы. Бүгін біз сіздермен жұмбаққа толы Шерқаланың суығына бірге бойлайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Жұмбақтау облыс орталығы Ақтау қаласынан 160 шақырымдағы қашықтықта, Шетпе ауылынан 17 шақырым жерде орналасқан. Шерқала ежелгі жер сілкіністері нәтижесінде пайда болған Ақбор тау, биіктігі 308 метр. Жақын маңайында шар тәрізді тастар мен тұтас гранитті сомтастар көптеп ұшырасады. Ел арасында Шерқаланы әйгілі жібек жолының қызып жатқан кезінде талайларға көлеңке пана болған деседі. Бұл жібек жолының бойындағы мекен болғандықтан бұл жерде өте көп тарихи, мәдени ескерткіштердің ізі бар. Бірнеше құмыралар болсын, теңгелер болсын, ақшалар болсын, сондай нәрселер өте көп табылған. Себебі қасында Қызылқала тұр ғой. Қызылқала да Шерқалада кезінде өркениеттің үлкен отаны болған жер. Шерқала тауына сырттай қараған адам оны әр нәрсеге ұқсатады. Кейбіреулер төңкерулі кесеге ұқсатса, енді біреулер таудан кәдімгі киіз үйдің бейнесін көреді. Шерқала Қаратаудың орталық және батыс жоталарының ортасында орналасқан тау түзілісі. Тау туралы халық арасында аңыздар көп таралған. Аңыздың бір нұсқасына сәйкес, ертеректе Шерқаланың төбесінде арыстан қала атанған кішкентай қалашық болған. Халық сол жерде өмір сүріп, дұшпандардың шабуылынан қорғанған екен. Шер, яғни ол арыстан ғой, енді арыстан қала арыстан тау, солай аталады. Үстінде елді мекен болған. Ол елді мекен екі тараптан сондай соғыс болған уақытта үстіндегі қоныстанып отырған халық солар біразға дейін берілмеген. Одан кейін жаңағы тауды үңгір қазған, сосын үңгір қазып, оның су ішіп отырған құдығын тапқан. Бір рет қазып таба алмай, екінші рет қазып тауып, сол құдықтың дәл тұсынан түсіп, одан кейін әр тастаған қауғасын бәрін кесіп, қиып, қауға шелеген. Су ала алмай, ең соңында берілген деп айтады. Шерқала тауының жоғарғы жағы тегіс, адамның жүріп тұруына ыңғайлы. Таудың етегінде төбесіне апаратын үңгір бар. Бірақ қариялардың айтуынша, онда адамның кіруі қауіпті екен. Аңыз бойынша ол жерде өлген адамдардың рухы өмір сүреді. Қазіргі таңда Шерқала көптеген туристердің сүйікті мекеніне айналған. Егер де сіз Маңғыстаудың тарихи ескерткіштерін аралап, бой сергітемін десеңіз, онда Шерқалаға келуге міндетті түрде кеңес береміз. Ал бүгінше біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.